$30 миллион таратқан жомарт адам. Америкалық жомарт, атақты және сүйкімді адамның сұра және ал. Сұрай білу қабілеті көмегімен нені сұрасаңыз, оған ие болу сыры кітабын жақсы көрер едім. Автордың аты жөні Перси Росс. Бәлкім, сізде ол туралы естіген боларсыз. Росс шамамен $30 миллион қайырымдылық ретінде түрлі ұйым және кәсіпорындарына таратқан еді. Сонымен қатар, ол 17 жыл бойы 800-ге жақын ұлттық газетада басып шығаратын «Миллионға рахмет» деп аталған стуынды басқарып жүрді. Стуында қарапайым адамдардың Россқа жіберген хаттары басылып шығатын еді. Олар өз өмірлері туралы жазып, Росстан көмек сұрайтын. Ол сондай сүйкімді еді. Оның тартымдылығы сондай, Росс қарапайым адамдарды бастан аяқ көре алар еді. Ол келген хаттарды оқып, ондағы шынайылықты сезінетін. Росс әркезде ақылға қонымды жауап жазып, және чек жазып жіберетін. Ол аптасына 120 чек жазып жіберетін. Бұл 17 жылда шамамен $30 миллион құрайды. Бұл қайырлы істі ол $2 миллион бастаған. Сіз бұл процесте сыйлау, тарату, заңдылығын көріп тұрсыз ба? Росста бастапқыда $2 миллион болған. Сіз оның мұнша көп таратқанына сенбей тұрсыз ба? Бұл ақиқат. Ол 17 жыл бойы $30 миллион таратқан. Қайталап айтамын, берсең ие боласың. Сізде қашанда бір соған ұқсас жағдайға түсіп қалғансыз ба? Яғни бір ұжымға ақша шығаруыңызды сұрағанда, қолыңызда жетерлік қаржы болмағаны себепті, қандай шешімге келуіңізді білмей, тартынғансыз ба? Көпшілік дәл сондай жағдайға түскенде, басынан кешкендерін айтып берген. Соңына дейін баруға шешім қабылдағаннан соң, айтылған ақшаны шығарғаннан соң, нәтиже оларды таң қалдырған. Яғни, қайырымдылыққа ажыратылған ақшаның орны тез арада толған. Бұған қорытынды жасайтын болсақ, егер сіз ақшаны ешкімге бермей сақтасаңыз, одан тек жоғалтуыңыз мүмкін. Екінші тараптан, жақсылық жасау сізге сәттілік келтіруіне сенсеңіз, құрбан еткен қаржыңыз өзіңізге үлкен байлық болып қайтуы шындық. Мұны Перси Росс дәлелдеді. Ол өз қайырлы белсенділігін $2 миллион бастап, 17 жыл бойы $30 миллион таратқан. Енді Перси Росс жоқ. Бірақ енді сіз оның орнын басуыңыз мүмкін.